күн номері 7 күншуақ тобының тәрбиешісі Оразалиева Зүлфия Есжанқызы боламын. Бүгін біз балалармен топтың төрінде орналасқан театр бұрышында ертегілер әлеміне шолу жасайтын боламыз. Театр бұрышында бірнеше театр түрлері бар. Ол театр түрлерімен балаларды ертегі айтуға баулаймыз. Ал қазір сіздерді баршаңызды әжемнің ертегісін тыңдауға шақырамын. Амансыңдар ма балалар? Мен бүгін сендерге арыстан мен тышқан туралы ертегі айтып беремін. Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың ортасында ұйықтап жатады. Бір тышқанның ойнақтап үстінде жорғалап жүргенін сезіп арыстан ұйқысынан ызаланып оянып тышқанды ұстап алып өлтірмекші болады. Тақсыр, мені өлтірмеші, бір жолаға кешіре көріңізші, өлтірмеші мені. Бір күні мен де сенің бір қызметіңе жарармын депті. Арыстан оның сөзіне күліп, өзің кіп-кішкентай тышқансың, менің қай қызметіме жарарсың деп тышқанға күле қарапты. Тышқан байғұс қуанып, арыстан досым деп жүгіріп ойнап кете береді. Күндердің күнінде арыстан жортып, ойнап жүріп аңшылардың тұзағына түсіп қалыпты. Шар құрып, талпынып, ақырып, бақырса да тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан бұл халін көріп қарап тұрса, "Ылажың бар ма бұған?" деп арыстан аянышты түрмен қарапты. Тышқан дереу тістеріменен тұзақтың жібін кесіп, қиып жіберіп, арыстанды босатып алады тұзақтан. Тышқан арыстанға: "Мені кішкентай деп елемеуші ең. Міне сенің бір қадеңе жарадым" депті. Осылайша арыстан жасаған жақсылықтың қайтарымын бар екенін біліпті.